Алло. Алло, Ау, қалай, амансыңдар ма? Жақсы, аман. Өздерің қалай, амансыңдар ма? Не жаңалық? Жақсы. Не жаңалық дегенде, биыл біздің мектепке 55 жыл болып жатыр дейді ғой. Естідің ба? Жоқ, естімеппін. Сенен естіп тұрмын бірінші рет. Ендеше, мектепке бармаймыз ба? Әрине, барамыз. Жақсы, жарайды. Тағы да хабарласармыз. Жақсы. Ақ тілеу мен ақ арманның гүзелі қалай өтсе, солай өтсін адамның еміреніп еске алатын кезеңі. Ей өмір, неткен сонша шыдап едің, кеше ғана мен сабақ тыңдап едім. Балалығым есімді ойып жатқан, парталар орнында тұрмаған. Қыздар еді шашқалар тиіп ойнаған, ерке ұлдар бұрын тартып ойнаған, балалықтың бал дәуренін бір кешкен, жігіттерек асаутандай тулаған. Арым дедік армандарға от берген, білім шоғын кеудемізге кернеген, шәкірт үшін тер төккен, ұстаздарға бас ием сұғын. Алыста аппақ имарат көрсем, алтын ұя мектебім сияқты болады да тұрады. Сол мектепке ата-анам жетектеп апарып, жаңа өмірге ендірер еді. Қайран, әкем мен анам сол жандарға деген сағынышымды басатын алтын ұя мектебім Қазақстанның әр түкпірінде жүрсек те, жүрек түкпірінде өзін ғана сақтауға. Қайда екен қара тентектер? Не тұрсыз? Кеттік шалқарға? Кеттік ендеше. Жүр. Кеттік шалқарға. Осындай сағынышқа толы сезіммен, қуанышқа толы көңілмен бүгінгі Әлібек Жангелдин атындағы орта мектебінің 55 жылдық мерейтойына келген ардақты ағайын. Асқақтай бер білім ордасы атты кешімізге қош келіпсіздер. Қырандай балапанын көкке ұшырған Жангелдин мектебіне 55 жыл атаулы жасқа жетті қыр басынан. Біз мектеппіз, үлкен жерден үлгі алған, өзіндік бір қайталанбас жол салған, гербі, гимні, байрағы бар айрықша, рух беретін күш қуат ол бола алған. Салтанатты жиынға Әлібек Жангелдин атындағы орта мектебінің туы енгізілсін. Қанмен жазған аңызды ұмтыламыз биіктерге бала қыран тәрізді. Бала биік шырқын бар, бұрқында бар тамаша. Білім теңіз мектепке мен ұстаздарым жан ізгі.
ұзақ жылдар Қазанғап атындағы саз мектебін басқарған, білім беру ісінің озық қызметкері, сазгер, қазіргі таңда Қандыағаш қаласында қызметте жүрген Өтебазов Есенжол Садықұлы. Сөзін жазған нөмірі 8-ші жалпы білім беретін орта мектеп директоры Исаев Қорғанбек Рамазанұлы. Сондай-ақ мектептің гербі мен туының авторы, мектебіміздің түлегі, Сақтаған Байышев атындағы университеттің оқытушысы Ноғаев Қайрат Болатбайұлы. Кеш басында ұстаздар арқасында демекші, бүгінгі мектебіміздің мерейтойына еліміздің түкпір-түкпірінен мінекей ардагер ұстаздарымыз, мектебіміздің түлектері келіп, мектеп мерейін асқақтатып отыр. Енді Әлібек Жангелдин атындағы орта мектебінің жастары әрқашанда осы мектепте жұмыс жасаған, еңбек еткен ардагер ұстаздарымызды құрмет тұтып, сіздермен мақтанамыз. Енді ұрпақтар сабақтастығының жалғас іспетті осы жастардың құрметін сіздер осы мерейтойдың барысында біледі деп ойлаймын. Ендеше асқақтай бер білім ордасы атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Біз қашанда мектеп ұстаздары мен түлектерді құрметтеуге, оларды қуанышты көңіл күймен қарсы алуға әрқашанда әзірміз. Сондықтан қайда жүрсеңіздер де дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Енді мен мына жерде тағы бір кісіге сөз беріп кеткім келіп отыр. Осы мектептің іргетасының қалануына еңбек жасаған Оразбаев Нұрай ағамыздың жолдасы апайымыз келіп отыр. Сол кісінің осы жерде мен ресторанға дейін мына домбырамды алып бармай-ақ қояйын, осы жерде балалардың көзінше табыс етейін деп, осы кісіні сол ортаға шақырсам деп отырмын. Апай. Бүгін өте керемет Шалқар ауданында керемет бір поселок Жангелдин мектебінде бір керемет үлгілі той болып жатыр. Бұл той, бұл мектептің 55 жылдық мереке тойы. Бұған бұрынғы істеп кеткен көптеген ұстаздар келіп отыр. Көптеген ардагер аналар келіп отыр, әкелер келіп отыр. Оның ішінде 30 жылдық, 25 жылдық, 50 жылдық, тағы 20 жылдық бітірген оқушы шәкірттер келіп отыр. Міне барлығына енді айтатын дегім, мына келген мереке тойлары құтты болсын деймін, денсаулықтарың мықты болсын деймін, өмір жастарың ұзақ болсын деймін, көрер қызықтарың көп болсын деймін. Жаңағы мына үлкен зейнетке шыққан ұстаздар зейнеттік рақатын көріп, бала шағаның, ұрпақтың үлгіні беріңдер деймін. Жастарға айналайын осы ұстаздардай үлгі алып, осындай дәрежеге жетіп, үлкен ақ жаулықты ана, ақсақал ата болып, белгілі білім, Қазақстанның білім ордасының азаматтары азаматшалы болыңдар деп деймін. Ал енді бәріңе айтатын мынау мерекелерің құтты болсын дағы. Айналайын мектеп басқарып жатқан басшы, жаңадан келген жассың осы ары қарай тәрбиені осы мектептің іргетасын құлатпай жоғары биікте ұстап келе жатқан ағаларының үлгісін жоғары биіктен көрсетуге жазсын дейді. Менің ішінде оның осы көптеген менің жолдасым осы жаңағы кеше бір асыл сөз ақын еді жұбатқан айтты. Тойда сөйлегенде ақында журналистер күшті сөйлейді, мен сөйлегенмен керемет сөзді толқып түрлі неде өзгеріп кетеді. Сондықтан аза болса жаңа телевизорда айтты ғой, күтпейді болса ойыңды тиярақтап жазып сөйлеу керек деп. Сондықтан аза болса кішкене жазып қалдым. Енді мынау бағанадан бері бірінші мектеп бастауыш болды, одан кейін екінші 8 жылдық орта мектеп болды. Ар жағын бер жағын айтпаймын, өзімнің жолдасым істеп кеткен уақытын айтайын.
8 жылдық мектеп орта мектеп болғанда 66 жыл басталды. Осы мектептің іргетасын қалаған, осы мектепті тұрғызған, осы мектепті шетаж қылып салған, салуға еңбек еткен менің жолдасым Оралбай Мұрат, Нұра емес, жеңгесі Мұқа деп кеткеннен көбі Нұрай атанып кеткен, өзінің аты Жолды Мұрат. Сондықтан осының еңбек етіп жаңағы қызмет істегенде, ол уақытта бұндай заман жоқ, шеге де жоқ, шылақ та жоқ, бәрін қайдан аламыз? Емдегі күлдің шылағы да жоқ. Бәрін іздеп жүріп тауып алу керек. Шегені барып әкімнен басшыдан жағалап жүріп, қағазбенен алу керек. Кірпіш, цемент деген бәрі жоқ заман, бәрін айта бермейін енді уақыттан. Сондықтан сондай қиыншылықтардың бәрін өткізіп, жаңағы осы мектепті салуға амандық береді. Байлық бақыт денсаулық жасаман. Енді менің өзімнің пенсиямнан, еңбегімнен, ағасының атынан, өзімнің атымнан демеймін, ағасының атынан мынау жаңа оркестрлер бар екен ішінде. Домбыра сыйлық етем. Мынау жаңағы домбыраға қосылып, осы менің атамнан, емес ағамның атамнан. Енді мынаның ішінде мынау даналап сөзді ақылды көзді дейді сол кітабы. Екінші, мынау әншілер жаңағы балаларға осы мектепте ескерткіш болып, есте қалатындай болып. Сосын қазақ әндерінің бүкіл баяғыдан келе жатқан үлкен қазақ әндерінің барлық әндер, жаңа әндер бәрі кітапта. Кітапхана шуар ма? Осыны ал, бақыт бол өте. Өмірің ұзақ болсын, денің сау болсын, осы ағалардың несін жалғастыра бер, жоғары биттен көріп. Ал тағы да айтам, Мақсұт, Сағи өкіп, Ізмақан бетін, қайыш қайда бәріне бақыт болыңдар, ағаларыңды ұмытпай әр уақытта тастамай жүргендер. Алла сыйласын, Алла разы болсын. Айтып кеткім келіп отыр, мен жалғыз өзім осындай адамдардың басын біріктіру ол мүмкін емес нәрсе. Жаңа ағаларымыз, апаларымыз айтып жатыр, ұжымның ауызбіршілігі болғанда ғана жақсы жетістіктерге адам қол жеткізе алады. Мен сондықтан да айтып кеткім келеді. Осы 55 жылдықтың орай біз мынандай мектептің тарихын 55 жылдық эмблемасымен сыртына салып, дискіге жазып, бүкіл сол ана 61 жылы қалай қалыптасты, сол кезде кімдер жұмыс жасады, суреттерімен мектептің тарихын жасап, мынандай дискі жасап шықтық. Оны енді оған көмек берген, мына жерде Ермахан Айбек деген ініміз бар, Бегелдинова кім Жаңылды, мына тұрған алдарыңыздағы Насарбаева Жанар деген қарындасымыз. Енді мектептің әкімшілігі, осы жүгіріп жүрген, мұражайда жүрген Алмагүл деген қызымыз бар. Осы ерекше айтып кететін Гүлмереке апайымыз бар. Бері қарай көрініп қойшы, Гүлмереке қайтасын. Осы кісілердің еңбегінің арқасында осындай мінекей жаңағы дискі дүниеге келді. Және де мектептің 55 жылдығына арнай мынадай кітапша шығардық. Оны кешкісін амандық болса ресторанда енді баршасына жетпей шығар, бірақ енді амандап үлестіреміз деп отырмыз. Жақсы. Өз жүгі бар, мектеп тарихынан сыр шертеді. 1961 жылы нөмірі 1-ші орта мектептің филиалы болып ашылған мектептің қалыптасу кезеңін қамтитын бейнесюжет көрсетіледі. Экранға назар аударайық. Бұл тұлғалар ешқашан ұмытылмайды. Өйткені біздің арамызда осындай ағай-апайлардан білім алған шәкірттер отыр. Сол тіректердің бірі Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің жауапты қызметкері Сейтжапаров Мақсұт Сыдықұлына қояр сауалымыз бар. Арқау болған қандай жай және себепкер болған кім? Сол туралы айтып берсеңіз ағай. Жалпы мен бірінші айтар едім. Аллахтың қолдауымен дүниеге келтірген ата-анам, жанұяның тәрбиесі,
мектеп осы қаласын аттағаннан кейін ұстаздар, тәлім тәрбие берген, жоғары оқу орнын оқыған кездегі ұстаздарымыз, кейін қызмет жасаған кездегі тәлім тәрбие алатындай дәрежедегі басшылардың қарамағында қызмет жасауым барлығы Аллахтың қолдауымен. Негізін қалаған мектептегі дәріс берген ұстаздарым, манада сөйлеген сөзінде айттық қой. Әрбір ғимараттың фундаменті мықты болса, ол ұзақ жылдар сақталады. Біз осы ұстаздардан алған тәлім тәрбиеміздің немізге сіңіргенін сол ұстаздарға басымызды әр уақытта иіп өтеміз. Осындай дәрежеге жеткеніміз де осы құрметті аяулы ұстаздарымыз сіздер арқыларыңыз. Мектеп әркез сақтар есте ұмытпай, ұстаздардың терін төккен баршасы көңілдегі лайланбайтын тұнықтай. Түсіндірген тіршіліктің тасасын, сол мектеппен көкірегіңді ашасын. Нұрын төккен сыңғыр басын қоңырау, мұғаліммен мұғалима жасасын. Мектеп барда ашық жарқын күніңде, сайрайды онда туған ана тіліңде. Алтын қақпа ашылады жыл сайын, керемет күн қыркүйектің бірінде. Я, мектеп білім қамбасы, адамның көкірек көзін нұрландыратын шамшырақ. Адам әліппеден әлемге дейін мол білімді содан алып, ғылым ілімге деген аңсаған шөлін содан қандырады. Сондай асылда аяулы білім ордасы талай талантты ұл қыздарды түлетіп ұшырған Әліби Жангелдин атындағы орта мектеп 55 жасқа толып отыр. Осынау тарих көшінде қаншама ардақты азаматтар мен ұлағатты ұстаздардың тәрбиелік үлгі өнегесі, жас ұрпаққа үлгі боларлықтай адамгершілік қасиеттері жатыр десеңізші. Сонау тарих беттерінде өзіндік орны бар ер дауылпаз Әліби Жангелдин керуенінің жүріп өткен жолында іргетасы қаланған атаулы білім шаңырағы Ақтөбе облысы Шалқар қаласында 1961 жылы Селивановка аймағында номері 1-ші қазақ орта мектебінің бастауыш мектеп филиалы болып ашылған болатын. Ол кезде Селивановка Нахаловка деп аталатын. Себебі Александр патшаның тұсында заңсыз салынған үйлер болғандықтан осындай атауға ие болған еді. Алғаш 2 сыныпқа 70 оқушы қабылданып, оларға Дүйісова Зина, Нұрпейісова Айсекер, Жұмағалиев Әбдіраш, Жұмағалиева Қойжан, Амантаев Бақытжан сияқты ұстаздар дәріс берді. Осы 1961-1966 жылы аралығында филиалдың алғашқы меңгерушісі болып Жалмұхамбетов Оразбай Жалмұхамбетұлы тағайындалды. Сіздер ме Әліби Жангелдин атындағы орта мектептің ұжымы бүгінгі 55 жылдық мерейтойлары құтты болсын. Мен Нұрпейісова Айсекер 1959 жылы Шалқарға барғанында көп көрмеген мектепке 1-ші еңбек жолын бастадым. Сол көп школдан 61 жылы бізге 4 жылдық мектеп бөлінді. Оның бас көкірегі кең адам болады. Одан 61-мен сол 66-ның арасында менің бірге істеген ұстаздарым білген. Әлбеш, Зина, Жамбыл, Амантаев Бақытжан, Сәрсенбаев Сабу, Сәрин Рахметулла сынды ұстаздар мектеп беделінің артып, шәкірттердің білімді азамат болып қалыптасуына өз үлестерін қосты. Жұмсақтығын сездірмей сирек күлген, ұстаздарға басымда емеппін мен, ұрғаннан да бетер боп ұяласың, ұрыс естіп тұрған да директорден. Сабақ үсті көп сөйлеп мазалайтын, оқушыны бұрышта жазалайтын, апайлар-ай, есеп көп уақыт аз деп, алақанмен тақтаны тазалайтын. Осындай қимастықтан еске алатын күндер-ай. Қаланың шетінде елеусіз жатқан мектептің кемелдену, дәуірлеу кезеңі
Еңсепов Еркінжай басқарған 1973 жыл мен 1998 жыл аралығын қамтиды. 25 жыл директор болып, мектептің жүрегі, сәні атанған Бердінжай ағай мектепті әуелі орталау, содан орта мектепке айналдыруға, қосымша құрылыс салуға көп еңбек сіңірді. 1980 жылы орта мектеп болып бекітілді. Аудан көлемінде оқушылардың өзін басқаруы Есенбаев Айжарық ағайдың есімімен, проблемалық сабақ өткізу әдістемесі Құлмұқанова Маликаның есімімен тікелей байланысты. Тәжірибелі насихатталып, аудандық, облыстық семинарлар өткізілді. Ең алғашқы республикалық олимпиада жүлдегерлері Сейтжанова Тоқтағұл, Еспергенова Шынар осы мектептің оқушылары болып, мектептің спортшы мұғалімдері Ахмет Берден, Тәшкенбаев Сабит, Жанаманов Мирамбек сол уақытта спорт зал болмаса да, кең даланы зал қылып, талай жүлдені оқушылар қанжығасына байлады. Қылқалам шебері Еңсепов Сабыр шәкірттерінің жұмыстарын республикаға мәлім етті. Әрі қашанда елдің жүгін нар тұлғалы ер азаматтар арқалайтын болса, Жұмағалиев Әбдіраш, Ермағамбетов Жақсылық, Есенбаев Айжарық, Тілеужанов Мұхамеджан, Көпенов Сүлеймен мектеп жұмыстарын ең ауыр салмағын көтерді. Ұжымның сенім артуымен жастар мектептің жауапты қызметтеріне тағайындалды. Кәсіподақ ұйымының төрағасы Тілеуова Ақмоншақ, партия ұйымының жетекшісі Құлмұқанова Малика, мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Жұмағалиева Күлей өз міндеттерін абыройлы атқарды. Мұғалімдер үкімет наградаларын алу құрметіне ие болды. Қазақ СССР ағарту ісінің үздігі Науанова Әлпеш, әдіскер мұғалім Елпанова Ақжарқын, аға мұғалім Бабанова Тұрсын, Құлмұқанова Малика, Дәрбаева Айман, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің озаттары Еңсеп Бердімжай, Еспенбетова Тілек апай, Наурызбаева Ханзада, Тілеуова Ақмонша, Жұмағалиева Күлей, Избаева Жайшылық, Бақытбаева Бақыт, Құлмұқанова Малика ұжым мақтаныштарына айналды. Жаңалыққа Жанықмар, Жұмағалиева Қойжан, Нұрпейісова Айсекер, Құлжанова Салтанат, Мұрзағұлова Ұштап, Көшенов Жамбыл, Ермағамбетов Жақсылық, Әбиева Гүлжахан, Избаева Жайшылық, Үсенова Алтын, Низамуддинова Айнжамал, Байшурина Сулико, аяқ қуаныш бәрі де бір-бір өнеге иесі болалды. Дүйсеналиева Тұрсын, Тахаева Күнімайхан, Аманжолова Қаманжай, Сетчапарова Алма орны бар тұлғаларға айналды. 1983-1985 жылдар аралығында 10 сынып оқушыларынан Ботакөз самал бригадалары жасақталып, ауыл шаруашылық, қой шаруашылығының өркендеуіне үлес қосты. Мектеп түлектері алтын медаль, күміс медаль иеленді. Мектеп ұжымы тәрбие мен білім сапасының көрсеткіші бойынша 10 жыл қатарынан ауданда бірінші орынды иеленді. Мектептің жаңа құрылысы 1984 жылы басталып, 15 жыл бойы сақалды құрылысқа айналып тұралап қалған тұста Бердімжай ағай жоғар жаққа қозғау салып, аяқсыз қалмауына себепкер болғанды. 1993 жылы ғимараттың бір ғана бөлігі пайдалануға берілді. Енді осы сәтте залда отырған түлектерді сөзге тартсақ. Кезінде қызыл ішшілер, Тимуршылар командасы сол дәуірдің жұлдызды сәттер еді. Сол кезеңдерден бір қызықты үзінді айтып берсеңіздер. 40 жылдық түлектер, 30 жылдық түлектер, барлығыңыздың мерейтойыңыз құтты болсын. Енді кеше ғана мектептің табалдырығын аттап, осы мектепке ата-анамыз алып келеді. Қолымызға қалам ұстатып, оқытып, тоқытып, Әлпеш апай ең алғаш қолымызға қалам ұстатқан ұстазымыз, одан кейін жаңа аталып өтті Байшурина Сулико Садыковна. Міне бізде мектеп бітіргенімізге 30 жыл уақыт өтіпті. Бүгін енді әрқайсымыз әр салада өз орнымызды тауып, еңбегіміздің жемісін көріп жүрген азаматтар мен азаматшаларымыз, олардың осы жеміске жеткенімізге, осындай күнге жеткенімізге сіздерге басымызды иеміз. Көп-көп рахмет, құрметті ардақты ұстаздарымыз. Енді қызықты кезеңдерді еске алып жатырмыз ғой. Біздер мана
ескертіліп айтылып кетті. Осы Шалқар ауданы бойынша Байшулина Сулюко Садыковна барлығына белгілі атақты русовед, оны барлығымыз да білеміз. Сол кісінің бастауымен, сол кісінің ұйымдастыруымен Шалқардан топ ұйымдастырылып, жыл сайын сәуір айында көктемгі каникул ұзақтау, сол кезде балаларды ұйымдастырып, ең бірінші рет Тәжікстанға апарды. Одан кейін Москваға апарды, Сочиге апарды, Адлерге апарды. Міне сол кісінің арқасында біздер сол уақытта 5-ші класстан бастап мектеп бітіргенше біраз елді жерді көрдік. Ол жерлерді біздер Жақсылық ағайдың сабағында оқып, картадан көрсетсек, Байшулина Сулюко Садыковна апайымыздың ертіп жүруімен сол жерлердің дәмін таттық, сол жерлерде болдық. Екіншіден, өте қызықты бір кезең, ол қазіргі уақытта өзім мектепте жұмыс жасадым. Переменде оқушылар телефонына өліп отырады, өздеріңіз де білесіздер. Ал сол кезде үлкен қоңырау болсын, кішкентай қоңырау болсын, барлығымыз класстан жүгіріп шығып, кішкентай ғана коридорымыз бар, квадрат құрып ұйымдастырамыз да, тұрып алып өлеңді айтамыз. Ол өлеңді бізге жаттаттырған қазақшасын Ханзада апайымыз болса, орысша өлеңдердің барлығын осы Сулюко Садыковна апайымыздың арқасында айтып шықтық. Аптасына бантигімізді өзгертетін едік. Бір апта ақ бантик, бір апта қызыл бантик, бір апта жасыл бантик, сары бантик. Енді сол кездері қызмет істеген апайлар, ағайлар біздің классымыз естеріңізде шығар. Міне, сол жылдың 86-шы жылдың түлектері міне біздерміз. Өте керемет уақыт болды. Біз өз басымыз мақтан тұтамыз. Осы Жангелди мектебінде оқып, сіздерден білім алғандарымызға. Көп-көп рахмет сіздерге. Ақ бантик таққан дәурен күндер ай десеңізші. Ендеше кезекті әнге береміз. Кируши кыздар
қосып тұрамыз. Бұл біздің мына отырған аға апаларымыздан алған үлкен өнеге, адамгершілік пен азаматтық іс. Жарайсың Райымбек, сол күндерге жетейік. Бір кездері Жанкелді мектебінің қиыры болса, бұл күндері өзі білім алған ортада еңбек етіп жүрген біздің көп ұстаздарымыз бар. Құрметті кеш қонақтары, ардагер ұстаздар, бүгін мектеп мұғалімдері сіздердің алдарыңызға шәкірт болып келіп тұр. Әлмен шашу шашпақ, қабыл алыңыздар. жүрегімнің төріндесің, өзімнен бастап алған бала сезім, білемін, еш уақытта жеңілмесін. Өмірдің қолсызғанмен жанасына, өткеннен кім жиналар бағасына, кешегі арман туған күн алыста, кеттің ау сағыншылдар арасында.
1998-2003 жылдар мектепке Барманов Серік орынбасарұлы басшылық етті. Осы тұста мектеп толықтай жаңа ғимаратқа көшірілді. Әрине, жаңа мектептің ішкі жұмыстары толық бітпегенді. Бірақ Серік ағайдың ұйытқы болуымен ұжым мүшелері мектепке қажетті құрал-жабдықтарды өз күштерімен қамтып, алдыңғы қатарлы аудан мектептерінің біріне айналды. Сол тұстағы облыс жөніндегі орынбасар Төлеуова Зайда Дәулетқызы ұжымның педагогикалық ізденіспен еңбек етуіне зор ықпал етті. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасар Тақаева Күлай Шудабайқызының тәрбие құжаттарын біріктіруі аудан мұғалімдеріне үлгі болды. Мектеп ұжымының ең ерекше тұсы өздерінің төл шәкірттері мен мұғалімдер қатарының толықтырылуы еді. Мектеп мұғалімдері сан додаларда топ жарды. Жыл мұғалімі сайысының жүлдегері Төлемісова Гүлмира Серікқызы. Панорамалық сабақ байқауында Сейтжапарова Алма Сыдыққызы. Жыл сүйгеш сабақ курсының жеңімпазы Сәдібекова Айнаш Ермекқызы облыста ауданның намысын қорғады. Ағылар салған Сары Жұлдызстанған мектептің өрлеу кезеңі Жұмағалиева Күлай Тынымбайқызы басшылық жасаған тұста 2003-2013 жылдар аралығын қамтиды. Мектеп директорының орынбасары Айғаным Үстілеуова онлайн жүйесіндегі ғылыми конференцияда, облыстық диалогтық семинарда, облыстық педагогикалық кеңестің жүргізілуі конкурсында жүлделі орындарға ие болып, мектептің ғылыми әдістемелік жүйеде жұмыс жасайтын сан мәрте дәлелдеді. Шәкірттері де, өздері де облыстық, республикалық олимпиада конкурстарда жүлдегері орын алған Төлеуова Зая Дәулетқызы облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдеріне тағайындалған грант иегері. Түркия еліне барып, шетелге саяхат жасауға жолдама алған бірінші ұстаз. Шәкірттері пәндік олимпиада жеңімпаздары атанған физика пәнінің мұғалімі Балмағамбетова Сұлушаш Әмиқызы Алматы қаласына арнайы жолдама иеленді. Бекетова Жансәуле Әбілқайырқызы Көкшетау қаласында демалу құрметіне ие болған республикалық педагогика психологиялық олимпиада жүлдегері. Сарина Сәуле, Нұрғалиева Сания, Нұрымбетова Айна онлайн интернет жүйесінде сабақ беріп, үздік нәтиже көрсетті. Ибрашева Ақтөбеш Апалуқызы, Бегелденова Жаңылдық Қуанышқызы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Алты толқын мұғалімдер Төремиратова Нұрзия, Бүркітбаева Алмажан, Дүйсеналиева Тұрсын сынды апайлардың ізін жалғап, кейінгі толқын мұғалімдер бірқатар жетістіктерге қол жеткізді. Ұстаздардың облыстық конкурстарда, жүлделі орындарда ие болуы үрдіске айналды. 26 мұғалім облыс әкімі тағайындаған үздік мұғалім, үздік сынып жетекші гранттарының иегері. 50 мұғалімнің еңбегі республикалық баспасөзде жарияланды. 45 мұғалімнің тәжірибесі әдістемелік құрал болып таратылды. 31 ұстаздың шығармашылығы облыстық деңгейде насихатталды. 9 педагог республикалық конференцияға қатысты. 18 мұғалім жыл мұғалім конкурсының жеңімпазы атанды. 23 педагог және пәндер бойынша өткізілген олимпиада жеңімпаздары. Әр жыл сайын мұғалімдердің де ұжымның да еңбегі еселеніп, бірқатар табыстарға қол жеткізді. Мектеп ұжымы 2004 жылы алғаш рет ұйымдастырылған таңдаулы мектеп байқауында облыстық құрмет грамотасымен марапатталды. 2005 жылы Жасыл ел бағдарламасы аясында өткізілген конкурста бағалы сыйлықпен Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Осы орайда көгалдандыру жұмыстарын белсенді атқарған Жұмағалиева Күлай, Тахаева Күлай, Еңсепова Күнжамиля, Есенғазақова Зоя апайлардың еңбегін ерекше атап өтуге болады. 2005 жылы Ұлы Жеңістің 60 жылдығы қарсаңында мектеп мұражайы ашылды. Аудан мектептерінің арасында заманауи үлгідегі мұражай болып танылды. 2007 жылы елбасы жолдауын насихаттаушы ең үздік ұжым байқауында облыстың мақтау грамотасын иеленді. 2010 жылы Ұлы Жеңістің 65 жылдығына орай Жангелдин қалашығы майдангерлер мен тыл еңбеккерлері туралы есімдері ұрпақ жүрегінде атты естелікті кітап шығарды. 2010 жылы мектеп оқушылары облыстық жас сарбаз сайысынан гран-при иеленді. Аудандық әскери далалық
жаттығулар барысында үздіксіз бірінші орын иеленген жас сарбаздардың жетекшісі Әлбеков Өмірсай Жақсылықұлы. Мектеп оқушылары республикалық әйгілік телебайқауының бірінші орын иегері атанды. Жетекшілері Әлбекова Салтанат, Әжібаева Айнұр, Тілеубаева Самал. Бірнеше спорттық турнирлерде кубок иегері атанды. Сондай-ақ мектеп түлектері Имамадин Тұрғанбаев, Ерлан Ниязов атындағы, әріптестері Кенжемұрат Батырғарин атындағы турнирлердің өтуіне ұйытқы болды. Түлектер мектепке келіп, демеушілік жасап, азаматтық танытты. Сол тұста оқу жөніндегі орынбасар қызметін атқарған Істілеуова Айғаным Қорабай қызы мен инновациялық істер жөніндегі орынбасар болған Құлмұханова Малика апай бүгін біздің арамызда. Ұзақ өмір, ұзақ денсаулық тілеймін. Сұрақ күтпеген жерден келіп қалды. Айып етпеңіздер. Мен өз өмірімді бұл мектепсіз елестете алмаймын. Бұл мектепте менің 30 жыл өмірім арналған екен. Мектептің балалары, ұстаздары менің жанымның бір бөлшегі сияқты былайша айтқанда. Күні бүгінге дейін әлі күнгі ұстаздарды сағынып, мектепті сағынып, ізбасар ізімді қойған ұстаздарға хабарласып тұрамын кейде. Олар да хабарын үзбейді барлық уақытта. Мақтан етемін мен өзімнің шәкірттерімді, өзімнің әріптестерімді. Біздер сол 80 жылдардан кейін жұмысты бастаған, сол уақыттарда бүкіл жан жүрегімізбен жұмыс істедік деп айтсам болады. Әрбір мереке, әрбір тапсырмалар біздер үшін үлкен жауапкершілікке арналды, жауапкершілікпен атқарылды. 80 жылы мен бұл мектепке жаңа жылда келдім. Содан кейін мен келгенде кім апай барды? Мен Қойжан апайдың орнына келдім. Мен келгенде Айсекер апай бар болатын. Бұл кісінің классы 5-ші класс оқыды. Сол кезде мен сол классқа сабақ бердім. Әлі есімде бір күні жастамын ғой енді. Жаңағы оқушылар ренжіп, әлі есімнен кетпейді апайдың сөзі. Дайындалмай келген балалар тұрмысып қойғанбыз, бір аяқ кейбіреулер. Сонда апай маған сабағысына кіріп кетті, кездейсоқ класс іштерші ғой енді. Қарап балаларға, мыналарға не болмады? Барлығы тауып болып кеткен. Есімнен кетпеді сол сөзі. Осы сол балалардың бәрі де үлкен азамат болып мен бірақ танымайды екен. Біреуіне ішіндегі ең тентек бала ол Сережка деген. Мен енді әңгіменің тақырыбын ауыстырып баратырмын. Апай келгесін сол. Өте орында, өте орында. Айтып жатырмын, есіме түсіріп. Сол бала сөйтсем ана базарда ет сатып жүрген бала сол екен. Мен оны білмеппін. Бір күні өзі айтты. Неге сөйтіп, ең тентек деген баланың өзі осындай еңбекқор, осындай кәсіпкер болса, біздің тентек емес балаларымыздың қандай болған өздеріңіз елестетіп мектепте аудандағы өтілген бүкіл шараларға мектептің мұғалімдері белсене қатысты. Апай партияның секретары көшіп кеткеннен кейін мені сол кісінің орнына ұжым рахмет, сені партияның секретары етіп тағайындады. Біздерде күнде жиналыс болатын, бір күні кәсіподақ жиналысы Тілеуова Моншақтың, бір күні жалпы жиналыс, бір күні педагог, бір күні партиямның ашық жиналысы, тағы бірде жабық жиналыс деген сияқты. Менің атам өзі, енем ертерек қайтыс болып, үлкен кісі, өзі строгий сондай. Басында қуанып жүріп, менің балам күшті, мектепті басты. Артынан директорымызға, завучтарымызға жалынады, ойбай маған қарайтын адам керек, менің баламды жұмыстан босатсаңдар, жеңілдетсеңдерші деп. Сөйтіп дегенмен ол кісіденді жұрт қанша тентек, анамына дегенмен атам жанатта болсын, мен ол кісіге ризамын. Сол ешбір жұмысыма былай болды ау деп, сен кешіктің деп ештеңе айтқан емес, бәріне түсіністікпен қабылдады, өзі партийный адам болғандықтан. Есімде мынандай мәселе сақталды. Бір-екі жыл қатарынан ғой деймін, біздерге наурыз, алғашқы наурыздың өтіп жатқан уақыттары ғой, солардың сценарийін жазып, жақсы қойылымдар қою, енді ол кезде әлі дәстүр болған жоқ себебі. Соның бір жылында біз хайуанаттардың жыл басына таласуын сценарийін жазып мен дайындап, сабыр, бұл жаңағы хайуан 12 жылдың ара кейіпкерлердің
нәрселерін, киімін дайындап, біз сондай бір жұмысқа бәріміз сөйтіп жұмыла кірісетінбіз. Күләй басында жүреді Екібастан Жұмағалиева. Кіші Күләй оны қостап жүреді, сосын Сабыр тағы басқалар осы. Айнаштар барды, қаумалап сол. Мынау сенің жұмысың, менің жұмысым деген жоқпыз. Мынау сценарий жазу, ұйымдастырушы, организатор, завучтың жұмысы деген жоқпыз. Сондай түсіністікпен бір-бірімізді қолдап, бірімізді қолпаштап, мектептің абыройы үшін бәріміз тер төктік. Сонда сол сценарий халықтың бәрінен алды. Әлі есімнен кетпейді. Сондағы күн жапалақтап, қар жаңбырады жауып тұрды. Сая Төлеуова біздің ісімізді басқан жаңағы қолдаушымыз ең мықты. Сол күннің рөлін берді оған. Жаңа күн шығып келеді. Содан бұл қалай егінген дейсіз ғой, біздің жұмысқа берілгендігіміз сондай. Саяның аяғында сары басыныш, күн қойын бұл. Капроншылық, үстінде сары жылтырақ көйлек жүріп шыққан. Сонымен артып шығып ойын басында несі бар, коронасы бар. Соны мына жынды ма деп бұл жері арқасына бірдеңені жауып жатыр, оны түсіріп тастады деймін. Және сол кезде тағы бір нәрсе, сондай ісімізге творчестволықпен шындап кірісетініміз ғой. Қуандық Дүйсіп деген мұғалім болды бізде. Сол анау қаланың гүлденіп көрпейе берсін деп біз ойлаймыз. Апай, негізіңізге рахмет. Марқұм осы Серемкеде приоритет опытный станцияның директорының машинасын айдаған Сұлтанмұрат дейтін марқұм менің досым болып еді. Сол кісінің марқұм болғанда Қайрат ең кішкентай баламыз қалып еді, 79 жылда. Сол Қайратжанның баласы екен. Сондықтан әруақын қызы болсын, тіл көзден аулақ болсын, бұл көңілден зу шетті. Мынау енді риза болдым мен, ризашылығым Дара жолға айналдырған Жұмағалиева Күләй апайдың ісін 2011-2012 жылдары Ниязұлы Қоншабайұлы жалғастырды. Абай басшылық жасаған тұста мектеп үлкен табыстарға қол жеткізді. Басшының қадамын ұқтырып, облыстың жалпы білім беретін үздік мектебі деп танылып, ақшалай сыйлықты иеленді. 15 биыл облыстың үздік мұғалімі болып танылды. Төлеуова Сая Дәулетқызы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Білмегенді үйретеді сабақ. Асып түсер бір сабақтан бір сабақ. Білген сайын жер дүниенің құпиясын өсіп келді, білімде күн сынап деп. Әр оқушының мақтанатындай мектептің бүгінгі келбетіне тоқтаса. 2012 жылдан бастап мектепке Оңғаров Мұхтар Досбергенұлы басшылық етуде. Заман ағымына орай мектеп электрондық оқыту жүйесіне енді. Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің мектептегі білім мазмұнын жаңарту мақсатында ұйымдастырылған деңгейлік бағдарлама аясында мектептің 15 мұғалімі деңгейлік курстарда білімін жетілдірді. Жергілікті қоғамдастықпен жұмыс жасап, аудандағы 4 тірек мектептің біріне айналды.
Бастауыш сынып бойынша мектеп директорының орынбасары тұңғыш алтын белгі иегерінің алғашқы ұстазы Аманжолова Қамашай Төлеханқызы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Республикалық облыстық сайыстың жүлдегерлері аға буынның ізін қуған мектептің жас мұғалімдерінде мектеп мерейін үстем етіп келеді. Атап айтар болса, информатика пәнінің мұғалімі Нысанбаева Алтынгүл республикалық алтын диск конкурсында 3-ші орын. Биология пәнінің мұғалімі Ермағамбетов Бауыржан 11-ші халықаралық педагогикалық олимпиадада 3-ші орын иеленді. Тарих пәнінің мұғалімі Төлеубаева Жайна республикалық конкурста бақ сынады. Әрине, 25 жылдық тарихты 2 сағатта айтып жеткізу мүмкін емес. Тек тұстар ғана атап өттік. Бүгінгі мерейлі 25 жылдыққа Мұхтар ағайдың кластастары 30 жылдық түлектер келіп отыр. Балалық шаққа саяхат жасасақ қалай қарайсыздар? Мына оқушылар қазір сахнаға шығады. Сіздерге дайындаған тосын сыйымыз осы оқушыларға қарап, өздеріңіздің бала кездегі бейнелеріңізді тауып алсаңыздар. Бірінші бала кімге ұқсайды, 5-ші бала кімге ұқсайды, қандай оқушыға ұқсайды? Жоқ. 5-ші Бұқай берден емес па? Өмір сайға да ұқсатты деме, аққуатты айтады деп баяғыда өмір сай. Негізі өмір сайға да келеді, қаралығы, ұсымдығы, соңғы бала. 4-ші қыз өзің ба? Жоқ, сәнді тартып еді, бірақ сән емес беге өмір сайға мұқтар тауып тұр мен қалғандарын енді қыздар, құрдастарыма берем мүмкіндік қойғанды қалшы. Барабар ұстап, әлсейт емес пе? Домбыра ұстап тұрғаныңыз Гүлсім немесе сән? Гүлсім. Жақсы, рахмет. Сіздерге тілсіндіру үшін орыс тіліндегі көптеген әндер жаттатқан екен. Сол әндерден популяризация жасасаңыздар, біз қуана қабылдар едік. Қане, ортаға шығайық. Сөйле. Люди на большой планете.
жанып тұрған шырақ тәрізді. Осы киелі ортадан қаншама түлеп ұшты десеңізші. Олар отан алдындағы борышын адал өтеп, ел тыныштығы үшін жанын пида еткен ауған соғысының батыры Имамадин Тұрғанбаев. Тәуелсіз мемлекеттің шекарасында 15 жыл бойы болмаған ерлік жасаған үздік шекарашы, елбасының жарлығымен бекітілген ерлігі үшін медалі иеленген батыр Ерлан Ниязов біздің мектептің түлектері, біздің мақтанышымыз. Бүгінгі кешке Имамадин Тұрғанбаевтың бауырлары Ерлан Ниязовтың анасы келіп отыр. Бейбіт күннің еңбек майданының батырлары туралы айтсақ, ел үшін елеулі еңбек етіп жүрген айтулы түлектер бар. Атап айтсақ, Сичапаров Мақсұт, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің жауапты қызметкері. Жантөренов Сағит, Квоит заводының президенті қызметін атқарған. Жантурин Ғалымжан, Ақтөбе облыстық қорғаныс істер бөлімінің басшысы. Қарымсақов Рахмет, Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы. Жантурина Баршагүл, Талдықорған қаласындағы аграрлық колледждің деканы. Қазымбетова Шыңғыс, КСРО грек-рик күресінің шебері. Әскери саланың қызметкерлері Сағынтаев Бақыт, Балмағамбетов Нұрбол, Орынбасаров Аслан, Каринов Айдарбек, авиация саласының қызметкері. Садыбекова Бақыт, медицина саласының қызметкері, аурухана меңгерушісі. Абашева Қалдыбеке, ана мен бала денсаулығы үшін еңбек етіп жүрген жоғарғы білікті дәрігер. Ғылым кандидаттары Еспенбетова Айнагүл Мейрамбекқызы, тарих ғылымының кандидаты. Баспатова Ақмарал Мұхаммеджан қызы, медицина ғылымының кандидаты. Сағнадин Гүлназ Сағнадинқызы, философия ғылымының кандидаты. Алтын медалі, күміс медалі, алтын белгі иегерлері. Дәрібаева Жұмажан, Абашева Нұржамал, Әлімжанов Несібелі, Төлемісова Гүлмира, Басмағамбетова Элеонора, алтын белгі иегері Сағнадин Гүлназ, Таңатова Лаура, Аймаханова Назерке, Аманжолова Айжазан, Жексенбаева Гүлбақыт, Құрмантаев Еламан, Жоламанова Ұлжан, Аманжолов Мери, Көбетаева Атнұр, Рамазанов Нұрдәулет. Қазақ халқы үшін от киелі ұғым, алау жақсылықтың нышаны. Мектепте тәжірибе жинақтап, бойында оты бар әріптестеріміз педагогикалық салада басшылық қызмет етіп жүр. Тілеу Рита Құрманғалиқызы, Сичапарова Алма Сыдыққызы, Оңғаров Мұхтар Досбергенұлы, Қонақбаев Амангелді Құрманғазыұлы, Назиков Ардақ Сырымұлы, Бекетов Әділбек Әбілқайырұлы, Бекетова Жансәуле Әбілқайырқызы, Сағынбаева Жанат Жоламанқызы мектеп бақтаныштары. Ізбасова Гүлзира Пайбаулыған, Аманбаева Гүлмарыз, терме өнерін насихаттаушы, халықаралық, республикалық конкурстардың лауреаты, Өтеген Жаңабай қазақ ән өнерінің жұлдызы, терме, эстрадалық ән байқауларының жеңімпаздары. Міне, мақтан тұтар түлектер. Жылдар өткен сайын ел мақтанына айналған түлектердің қатары көбейе берсін. Үлгілі ұстаздар, үздік оқушылармен мектеп мәртебесі арта берсін. Сағынам сені, аяулы мекен, гүл мекен, балалық күнім сайраңдап сенде жүр мекен, күндіз сені кеудемде үнсіз тербетіп, алысқа кетсем өзіңмен ылғи бір кетем дегендей, бүгінгі кешімізді қоштасу әнімен түйіндейміз.